Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын жеті шелпектің рецептімен бөлісемін. Ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Одан соң сүтімізді бөлме температурасында екеуде. Одан соң жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Және де 2 ас қасық қантымызды жақсылап араластырамыз. Енді содамызды саламыз, жарты шай қасық. Осылай жақсылап көпіршітіп араластырамыз. Бір жұмыртқамызды қосамыз. Осылай көпіргенше бір араластырып аламыз. Одан соң үстінен ұнымызды бөліп салып қамырымызды иелейміз. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп құйып қоюлатып аламыз. Одан соң қамырымызды иелейміз жақсылап. Қамырымызды иелеп болғаннан соң бетін жауып немесе орап 10 минутта уақытқа июы қанғанша қалдырып қоямыз. 10 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, астына ұн сеуіп, тағы бір рет қолымызбен иелеп жібереміз. Иелеп осылай болғаннан кейін 7 бөлікке бөліп аламыз. Енді барлығын шетінен алып, домалатып, жайып шығатын боламыз. Қалың емес, жіңішке қылып жайып аламыз. Енді қызып тұрған майымызға салып, 2 бетімен тез-тез қуырып аламыз. Сонымен біздің шелпектеріміз дайын. Өте жұмсақ, әдемі болып пісіп шығады. Егер де осы рецептімен қарап, пісіріп көрген болсаңыз, ниетіңіз қабыл болсын. Соңына дейін видеоны қараған болсаңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.